Қайырлы кеш, ханымдар, қалайсыздар? Түнделетіп бала шағамды ұйықтатып жұмыс істеп отырмын да. Бір кітап оқыдым, қыздар. Сонда ішінде, енді мазалап жүрген ой ғой, мені сіздермен бөлісейінші деп шығып тұрмын да. Сол кітаптың ішінде жазғанда, бай болғың келсе дейді да, жаңа заттарға қызық дейді да. Біздерде жаңа затты бірден қабылдай қоймаймыз ғой. Мысалы, бір техника шықты дейік, ол техниканы біз көреміз да, бірақ алуға ниет қылмаймыз, иә. Яғни даму үшін ескі заттарымызды, ескі дүниелерімізді біреуге беруіміз керек, или шығарып тастауымыз керек. Сондай арқылы қыздар, адам деген байиды екен. Қызық дүние. Ал сіздер қазір мысалы елестетіп көріңіздерші, ескі киімдеріңізді, ескі дүниелеріңізді сіздер лақтыра аласыздар ма? Шамаларыңыз келе ма? Көп адам шамасы келмейді оған. Сандығын ойлайды, енемнің көзі дейді, артымнан келген дейді, көрпесін ойлайды, тұра берсін, қонақ кеп қалса дейді. Сондай дүниелер өте көп. Ескі шубалар, например, ассам киім деген. Енді тағы туам ғой деп бөпелердің киімін сақтап қоятын. Енді үйде қарасаңыз жан жақтың бәрі сондай дүние. Мен өзімде де сондай, қыздар. Сондықтан бай болу үшін бірінші қадамды ескі заттардан бастайық. Оған көзім жетті мен. Енді кітапта әдемі қылып жеткізгенше, сол мына жерімде мазалап жүрді, қыздар. Бірақ мен бала шағам майда, білмеймін, көп затты тастай аламын ба, тастай алмаймын ба. Но тырысу керек, қыздар, соған. Кәдімгідей ескі заттарды пайдаланбауға, сынық заттарды пайдаланбауға, май басқан сковородкаларды пайдаланбауға, жаңа нәрсені алу керекші. Енді бірақ мен көбінесе ыдыстарым жаңа, киімдерім жаңа. Бірақ енді үйдегі жаңағыдай дүниелерді жаңалау керек та, енді кішкене. Сондай, қыздар.